Сенің бір ғана өмірің бар. Сенің бір ғана тағдырың бар. Сіз қайтадан өмір сүретін мүмкіндігіңіз жоқ. Сізде қайталай алатын мүмкіндігіңіз жоқ. Сізде өмір сүруге аз уақыт қалған шығар. Менің жасым 47-де. Мүмкін 40 жыл шығар. Бұл әйелім маған 40 рет жаңа жылыңмен деп айтады. 40 рет туылған күніңмен деп айтар. 40 рет жаз келер. 40 рет көп те қалған жоқ. 20 жасымда мен ізіме қайтқым келеді, бірақ бұл мүмкін емес. Сен ізіңе қайта алмайсың. Екінші мүмкіндігіңіз жоқ. Өмір өтіп жатыр. Қымбаттыларым, тыңдаңыздар, сіздің өміріңіз өтіп жатыр. Ол өмірдің булары сияқты ериді, уақыт сияқты көрінеді. Сізде көп уақыт өмір сүремін деп ойлайсыз ба? Сіз қателесесіз. Уақытты қадірле, уақытты бағала, қайтадан өмір сүре алмайсың. Өмірді кері басына дейін қайтара алмайсыз. Сіз кассета сияқты өмірді кері айналдыра алмайсыз. Тек бір рет оны не үшін жұмсағаныңыз уақытты бағалаңыздар. Ешкім ешқашан, тіпті сіз де уақытты кері қайтара алмайсыз. Бүгін өміріңіздің соңғы күні сияқты әрекет етіңіз. Оны ең жақсы күн етуге тырысыңыз. Адамдарды жақсы көріңіз, оларды қолдаңыз. Уақытты қадірлеңіздер. Толық өмір сүріңіздер. Дұғаларыңыз шынайы қабыл болсын. Сөздеріңіз терең болсын. Сіздің шешіміңіз мықты болады. Сіздің тек қана бір өміріңіз бар. Өмір сүріп көремін демеңіз. Өмір сүру керек. Қазір өмір сүру керек. Мен сізге дұға етемін. Сіздің өміріңіздің не екенін ескермеңіз. Сіздің жанұяңызбен, сіздің қарым-қатынастарыңызбен, сіздің достарыңызды назардан тыс қалдырмаңыз. Бұл сіздің өміріңіз, және ешкім ешқашан сізге екінші мүмкіндікті бермейді. Тек бір ғана мүмкіндік, саған қанша өмір сүру қалды? Қанша өмір сүру қалды? Барлық өмірдің сәттерін бағалауымыз керек. Тыныс ала алмай жатқандай өмір сүр. Бір-біріңді қадірлеуге тырыс. Мен келіспеймін, келіспейтінді миыңнан алып таста. Өміріңіздегі бар нәрсені басқарыңыз. Мен де сізге аз бөлігі түскенін түсінемін. Сіз барын назардан тыс қалдырмаңыз. Уақытты елемесеңіз, шағын қадамдар жасай бастаңыз. Мұхитта серуендеп жүргенімде 25 шақырым бірінші қадамды жасадым. Содан соң екінші, содан соң үшінші, 1000 шақырым жүргеннен соң мені алыста болдым. 1000 шақырым жүргеннен соң ізіме қарап, қанша жол жүргенімді қарадым. Мен 2000 шақырым жүргеннен соң мен өзімнің қайдан шыққанымды көрмей қалдым. 25 жыл өткен соң мен жүрген жолымның басын көрмей қалдым. Бірақ мен бірінші қадамымды жасағаным үшін өзіме риза едім. Көптеген адамдар ешқашан бұл бірінші қадамды жасамайды. Бірінші қадамыңызды жасауды шешіңіз. Бүгін, қазір мүмкін сіз бірінші қадамыңызды жасай аласыз. Мен өзгере бастадым деп айт. Мен басқа адам боламын. Мен жаңа өмір бастаймын. Мен жаңа өмір сүремін. Ең маңыздысы алғашқы қадам. Көпшілігі жаңа бастаманың алдында тұр. Ешқашан бастай алмай өмір сүреді.